Жасанды интеллект қолдану арқылы үздік цифрлық сабақ қалалық байқауының қатысушысы. Төлепбергенова Сандуғаш Бекбауовна. Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 141 жалпы білім беретін мектепте көркем еңбек пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Менің сіздерге ұсынатын сабағым сәнді киім дизайны, фастфуд, қарапайым геометриялық формалар, пончо кейп, туника тарихи және заманауи. Ұлттық құндылықтарды мектепте қалыптастыру. Жас ұрпақтың бойына туған тілін, дәстүрін, мәдениетін құрметтеу сезімін сіңіру. Менің өмірлік ұстанымым әр ісіңді адал атқару, айналамдағыларға құрметпен қарау. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Отыра қойыңыздар. Бүгін сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Құрметті оқушылар, әр бала бағалы. Мен енді сіздерге мынау гауһартас бағалы тас болғандықтан, мен сіздерді осы гауһартасқа теңедім. Сол кезек-кезек шығып, психологиялық ахуалымызды тексеріп алайық. Ал енді бірінші домбыра тобы ортаға шығыңыздар. Сенім мен табандылық жетістіктің кілті. Ой, жарайсың. Отыра ғой. Екінші келе ғой. Бүгінгі талпыныс, ертеңгі сенің табысың болсын, жарайсың. Келе ғой, үшінші. Менің гауһартас қыздарым, жарайсыз. Арманыңнан ешқашан бас тартпа, жарайсың. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сәнді киім дизайн, fast clothes, қарапайым геометриялық формалар, тарихи және заманауи. Ал енді негізгі мақсаты қарапайым геометриялық пішіндерді, киімдер адамзат өркениетінің көне үлгілерінің бірі болып саналады. Оқушылар, біз енді екі топқа бөлініп алайық. Ал енді тақтаға қараңыздар. Мен бұл тақтада ноталармен қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Бұл біздің құндылығымыз. Домбыра арқылы ұлттық дәстүр сақталады. Ал енді ортаға шығып, екі топқа бөлінейік. Келіңіздер. Қоя ғой. Құрметті оқушылар, біз өткен бөлімді еске түсіру үшін мен қандай алтын қақпа деген ойынды сіздерге алып келдім. Ал домбыра тобы, жетеген тобы кәні ортаға шығамыз. Келіңіздер, яшық таңдаймыз. Жеке образды қалыптастыруда ненің орны бөлек? Ой, жарайсың. Сіз қайдың таңдайсыз? Дизайнердің барлық шешімдері мен идеяларына бағытталатын басты идеяның негізгі ой дейді. Бұл жерде берілген визажист дизайн тұжырымдамасы. Ой, жарайсыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз дизайн киімді, сәнді киім дизайны, fast clothes. Ал енді қараңыздар, мына жерде сіздерге жаңа тақырыпты ашу үшін сіздерге сұрақ берілген. Сол сұрақтар арқылы сіздер фазылды ашсаңыздар, сол біздің бүгінгі тақырыбымыз ашылады, мақсатын айтамыз. Үнемі шығармашылық ізденісте жүреді. Жаңа композициялық тәсілдерді ойлап табады. Жаңа идея тәсілдер ойлап табады. Ұлттық дизайн, киім үлгісі. Жарайсыздар. Ал енді бүгінгі тақырыпты мен сіздерге тағы да слайд арқылы көрсетем, қабыл алыңыздар. Құрметті оқушылар, жасанды интеллект арқылы видеоға назар аударамыз. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз бұл
қарапайым деревнялық пішіндерден қалған қазіргі заманның ең жылдам әрі сәнді киім. Ол кезде қала өмірінің жылдамдығынан пайда болды. Мұнда күрделі түсініктер жоқ, бастысы киімнің тез дайындалуы, пішіннің қарапайымдылығы және баршаға қолжетімді болуы. Бұны түсінген азаматтар панчо, кейп және туника. Олардың барлығы фаст-клоус стиліне жатады. Пішіні қарапайым болғанымен және туника. Олардың барлығы фаст-клоус стиліне жатады. Пішіні қарапайым болғанымен өте стильді көрінеді. Ал бүгін ең қызығы, телефондарыңызды қолға алыңдар. Қазір біз жасанды интеллект көмегімен өз дизайныңызға шағындырып, оны қозғалысқа келтіруге үйренеміз. Ал құрметті оқушылар, енді осы панчо, туника, кейпті екі топ талдаймыз. Қана 1 минут уақыт беріледі сіздерге. Туника. Тізеге дейін немесе жамбастан түсетін ұзын жейде тәрізді киім. Кейп жеңі жоқ, иыққа жабылатын қысқа немесе орта ұзындықтағы сырт киімі. Ерекшеліктері: қолға арналған арнайы тіліктері болуы мүмкін. Пальтоға ұқсас пішінде тігіледі. Әр жұмысты жасамас бұрын ең алдымен бізде қауіпсіздік ережесі. Ал енді тақтаға назар аударайық. Енді мен сіздерге бүгінгі кейп, панчо, тониканы бүгінгі мен сіздерде тәжірибелік жұмыспен көрсеткім келіп отыр. Ортаға келеміз барлықтарымыз. Келіңіздер ортаға. Енді осы панчомызды сәндеу үшін алдыңғы тоқсанда жасаған тақиямызды кигізіп, осылай сәндеп қоюға болады. Құрметті оқушылар, Word бағдарламасы арқылы QR-кодты таңдаймыз. Қазір осы жерде сіздерге QR-кодпен енді ары қарай сұрақ-жауапқа жауап береміз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Енді бүгін рефлексия ең соңғы бөлім. Бір-бірімізді бағалаймыз. Барлығы түсінікті, сұрағым бар, қиын болды деген жағдайда мен сіздерге мынандай ұлттық домбыраны жасап әкелдім сіздерге. Немесе халықтың өміріне деген маңызды бағалы нәрселер. Ал енді адамның өзара сеніміне, достығына, қарым-қатынасына байланысты. Енді қорыта келгенде Бүгін мен домбыра шкаласына бойынша мен өзіме 9 балды қойыптым. Себебі бүгін сабақты түсініп, апайдың тапсырмаларын орындадым. Мен бүгін апайдың сабағына 10 деген баға беремін. Себебі маған апайдың жасаған презентациясы және оның ойындары ұнады. Мен бүгінгі сабаққа 10 балл қоямын, себебі маған бүгінгі сабақ және де апайдың жасаған презентациялар, ойындары өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Барлықтарына шығармашылық шабыт тілеймін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.